Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Шырақтың ерлігі және соның екінші сабағы. Зерттеу сұрағы: сақтар тәуелсіздік үшін қалай күресті? Сабақтың мақсаты Қазақстан аумағындағы ерте көшпелілердің халықаралық сахнадағы орнын анықтау. Бұл сабақта біз сақ батыры Шырақтың ерлігін сипаттаймыз. Неліктен парсыларға сақтармен соғысу қиын болды? Ежелгі грек авторы Полиен бірінші Дарийдің соғыс әрекеттерінен түк шықпады. Парсылар сақ жасақтарының соңынан түсіп даланы кезумен болды. Сақтар малдарын өздерімен бірге айдап әкетіп, жауға шөп те қалдырмай шегініп отырған деп жазады. Парсы әскері сақ жерінде бірқатар қиыншылыққа тап болды. Ең басты қиыншылық сақ жерінің шөлді аймақ болуы еді. Геродоттың жазбалары бойынша сақтар шегініп парсы әскерін шөлейтті жерге әкетпекші болған. Сақтар жер жағдайын жақсы білді. Көшпелі сақтар жылдам қозғалып, бір күншілік жері озып отырған. Полиен сақтардың әскери кеңесінде Шырақ деген жігіттің бірінші Дарий әскерін жою әдісін ұсынғаны туралы жазады. Картаға назар аударсақ, төменде қызыл түспен берілген бағыт бұл парсы жорығының бағыты екен. Парсылар сақ жеріне Әмудария және Сырдария өзендері арқылы өткен, ал бұл аймақ оңтүстік Қазақстанға жатады және ол жерлер шөлді және шөлейтті болып келген. Осы жерде парсы әскерлері шөл далада адасып кеткен екен, ал сақтар өздері солтүстікке қарай шегінген болатын. Сақтар парсылармен соғысып қана қоймай, кейбір жағдайларда одақтасып та отырған. Грекиямен соғыста сақтар парсыларға көмектесіп, парсы әскерінің құрамында болды. Сақ жауынгерлері парсы патшасының өлмейтін 10 мың деп аталатын жеке әскери құрамасына да кірген екен. Парсылардың өлмейтін 10 мың әскері міне осындай болған. Олар садақ пен жебе мен найза мен қылыш пен қаруланған екен. Парсылардың өлмейтін 10 мың әскері болғанын тасқа салынып кеткен суреттерде дәлелдейді. Парсылардың өлмейтін 10 мың әскерін шытырман фильмдерде келесідей бейнелейді. Бұл кісілер бетперде киіп патшаның айтқан бұйрығын орындайтын. Олар ешкімді аямай өлтіретін және парсы әскерінің ең алдыңғы қатарлы элитасына жататын. Біздің заманымызға дейін 490 жылы марафон шайқасында парсы әскерлерінің құрамында сақ жауынгерлері де көп болған. Олар парсылар жағында Гавгамелы маңындағы шайқасқа да белсене қатысты. Картаға қарасаңыздар, сары түсті Сарды, Милет жақта парсылар мен сақтардың әскерлері шоғырланған екен. Кейбір бөлігі құрлық арқылы, ал кейбір бөлігі теңіз арқылы Грекияға соғыс бастайды. Сол Грекияда бірнеше шайқаста соғысады. Мәселен, марафон деген шайқас 490 жылы өткен. Ол Афины қаласының маңында екен. Сол марафон шайқасында сақтар мен парсылардың біріккен әскерлері гректердің әскерлеріне қарсы шығады. Ал енді балалар, біздер бірінші тапсырманы орындап тастасақ. Бұл жерде сұрақтарға жауап беру, тиісті сөздерді қою. Бірінші сұрақ: Полиен сақтардың әскери кеңесінде кім деген жігіттің бірінші Дарий әскерін жою әдісін ұсынғаны туралы жазады. Екінші сұрақ: Грекиямен соғыста сақтар кімдерге көмектесіп, кімнің құрамында болды? Үшіншісі: қай жылы болған? Қайда? Парсы әскерлерінің құрамында сақ жауынгерлері көп болған. Ал енді балалар, бұл тапсырманы орындап тастасақ, жауаптарын тексеріп шығайық. Бірінші сұрақта Полиен сақтардың әскери кеңесінде Шырақ деген жігіттің бірінші Дарий әскерін жою әдісін ұсынғаны туралы жазады. Екінші сұрақты: Грекиямен соғыста сақтар парсыларға көмектесіп, парсы әскерінің құрамында болған. Үшінші сұрақ: біздің заманымыздан бұрын 490 жылы болған марафон шайқасында парсы әскерінің құрамында сақ жауынгерлері көп болған екен. Шырақтың ерлігі. Полиеннің жазуынша, Шырақ денесін пышақпен өзі аямай тілгілеп, қатты жаралайды. Шырақ парсыларға барып, сақ көсемдерінен қорлық көргенінен тұтқыннан қашып шыққанын айтады. Мені қорлағаны үшін олардан кегімді аламын, сақтарға қысқа жолмен тезірек апарамын деген
шырақтың сөзіне парсылар сеніп қалады. Міне төменде қарасаңыздар, сақ малшысы шырақ. Осы малшы түріне қарасақ, үсті-басы бүкіл жыртық және ол жараланған болатын. Ол өзіне өзі осындай өзінің денесін кесіп, өзін осы парсылардың алдында шынайы сақтар қорлағанын көрсетпекші болады. Сақ малшысы шырақ Дарий патшасына келіп, ордасына келіп, оған парсылардың сақтардың жеріне төте жолмен баруды ұсынады екен. Ал парсы патшасы Дарий оған сеніп қалады. Шырақ парсыларды ертіп, шөл далаға адастырып кетеді. Сусыз шөл далада парсылар қырыла бастайды. Ақырында шырақ оларға: елімді жаудан аман алып қалу үшін мен сендерді алдадым. Сендер енді шөл далада қырыласыңдар дейді. Шырақ батыр қаза тапты. Сақ батырының ерлігі ғасырлар бойы аңызға айналды. Нәтижесінде парсы патшасының әскері шыңға ұшырап, жорығы сәтсіз аяқталады. Сақ малшысы шырақтың парсы әскерлерінің суы жоқ шөл далада адастыруы. Қарап тұрсаңыздар, бұл жерде шырақ жол бастап келеді екен. Шырақтың соңынан парсы әскерлер келеді. Алдымен олар парсылар, яғни шырақтың алдағаны туралы ештеңе білмеді. Бірақ уақыт өте келе парсылардың әскері шөл далада сусап, бірінен соң бірі өле бастады. Сосын сол кезде парсылардың патшасы Дарий шырақтың алдағаны жайында түсініп, соған ашу-ызасын келтіреді екен. Нәтижесінде оны өлтіруге бұйрық береді. Бірақ шырақ соған қуанып, өз елімді сақтарды қорғап қалдым деп, Дарийдің әскерін жеңдім деп, соған о дүниеге аттанғанда өзінің ерлігін көрсетіп кетеді екен. Қорытынды сөз. Ежелгі заман авторларының еңбектерінен біз сақтардың күшті мемлекет болғанын, өздерінің қуатты көршілерінің шабуылдарына ерлік пен тойтарыс бергенін көреміз. Олар осылайша ұлы даланы өз ұрпақтарына сақтап қалдырды. Ең бірінші оқиға ол бізде Кир жорығы болатын. Ол біздің заманымыздан бұрын 530 жылы болды. Сол жорықта Кир патшасы Томиристің қолынан қаза тауып, өзін басын қан толған құмыраға батырады екен. Екінші жорық ол Дарий жорығы. Ол біздің заманымыздан бұрын 519 және 518 жылдар аралығында болып, шырақтың Дарий әскерін шөл далада адастырумен аяқталады. Ал үшінші оқиға ол Марафон шайқасы. Біздің заманымыздан бұрын 490 жылы сақтар мен гректер бірге отырып, гректердің жеріне шабуыл жасайды екен. Міне осындай сақтар мен парсылардың арасында саяси тарихының тізбегі көрсетілген. Үй тапсырмасында не істейміз? 96 және 97 беттер аралығын оқимыз және мазмұндаймыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.